Сәлем достар, бүгін біз химия пәні бойынша есептерді қалай шығару керек жолдарын талқылайтын боламыз. Ең алдымен біз алгоритммен танысып кетейік. Бірінші болып есептің берілгенін жазамыз. Одан кейін оған сай формулаларды келістіреміз. Кейіннен реакцияны жазамыз, егер жазу керек болса, және берілген бойынша мәндерін реакцияның қатысып жатқан заттардың үстіне қойып шығамыз. Одан кейін шешімін формулаға қойып табамыз. Міндетті түрде соңында жауабын жазамыз. Міне видеода көріп тұрғандай, мен сіздерге заттың мөлшерін қалай табу керек формулаларды жазып жатырмын. Малярлық масса, көлем, қалыпты жағдайдағы көлем, жай ғана масса керек болатын формулалар. Осы формуланы қолданып, біз есептерді шығарып көрейік. Кеттік. Бірінші есеп. 49 грамм күкірт қышқылына қанша зат сәйкес келетін есептеңіз дейді. Ал бірінші берілген жазып өтейік. Жаңа айтып өткенде міндетті түрде берілген жазамыз. Одан кейін шешілу жолдарын жазамыз. Бұл жерде бізге ешқандай да реакция жазудың қажеті жоқ. Жай ғана бір формуламен есепті шығарып өтеміз. Кейін жауабын жазамыз. Бізге масса берілген. H2SO4. Бұл күкірт қышқыл. Осының массасы 49 граммға тең берілген бойынша. Енді бізге табу керек заттың мөлшерін. Оны біз μ деп белгілейміз. μ H2SO4. Сұрақ белгісі. Міне, дәл осы біз берілген жазамыз. Енді сол жақ шетіне шешімін. Қандай формуланы қолданамыз? Бізде масса белгілі, табу керек зат мөлшерін. Мына соңғы жазған формула сай келіп тұр. Бұл жерде малярлық массаны кез келген затқа Менделеевтің кестесі бойынша шығарып алуға болады. Енді осы есебімізге сай формуланы жазып алайық. μ H2SO4 тең массасы H2SO4-тің оған бөлінген малярлық масса H2SO4-тің. Бізде масса белгілі, енді бұл жерде малярлық массаны табуымыз керек болады. Оны Менделеев кестесі бойынша тауып аламыз. H2SO4. Бізде сутек 1-ге тең, көбейтеміз 2-ге. Оның индексіне қосамыз. Күкірт бізде 32-ге тең. Оған қосамыз оттегі бізде 16-ға тең. Оны көбейтеміз оның индексіне. Жалпы 98 грамм бөлінген моль болады. Енді осыны біз жаңағы формуланың үстіне қойып шығамыз. μ H2SO4 тең массасы 49 грамм. Міндетті түрде өлшем бірліктерді жазу керек. Бөлінген 98 грамм бөлінген моль. Енді бұл жерде біз грамм мен граммды қысқартамыз. Сонда моль қалады. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль екен. Жауабы 0,5 моль болады. Соңында жауабын жазып өтеміз. Міне кез келген есепті дәл осындай алгоритм бойынша есептеп шығару керек. Сонда ешқандай да бір қатесіз, нақты, түсінікті және қалай табылғанын толық жеткізе аласыздар. Екінші есепке көшейік. Екінші есеп. 2,2 грамм көмір қышқыл газының көлемін есептеңдер дейді. Қалыпты жағдайда. Енді біз алдымен берілген жазып өтеміз. Бізге көмір қышқыл газдың массасы берілген. Масса CO2 тең 2,2 грамм. Табу керек көлемін. Қалыпты жағдайда.
Бұл жерде біз шешілуінде міндетті түрде формуланы қараймыз. Бізде мынандай формула бар. Көлем газдың бөлінген көлем қалыпты жағдайға тең массасы бөлінген малярлық масса. Міне осы өзара тең. Сондықтан біз дәл осы пропорция арқылы көлемін тауып өтеміз. Көлем қалыпты жағдайда көбейтілген массаға бөлінген малярлық масса CO2-ге. Көлемді білеміз қалыпты жағдайда, ол бізге 22,4-ке тең. Массасы белгілі, малярлық массаны кез келген затқа жаңа айтып өткендей табуға болады. 22,4 литр бөлінген моль көбейтеміз 2,2 граммға бөлеміз. Малярлық массасы бізде CO2-ның 44-ге тең. Грамм бөлінген моль. Енді біз бұл жерде моль қысқартамыз, грамм мен граммды қысқартамыз. Бұның бәрін есептегенде 1,100-ден 12 литрға тең екен. Міне біз есеп берілгені бойынша көмірқышқыл газының көлемін таптық. Соңында міндетті түрде жауабын жазамыз. Келесі есепке көшейік. Азот оксидінің химиялық формуласын шығар. Оның элементар құрамы азоттікі 36,187%, ал кислородтікі 63,116%. Осыны шығарып өтейік. Жаңа айтып өткенде ең алдымен берілген жазамыз. Берілгені. Алдымен біз формулаларды нақтылап кетейік. Дәл осындай есептер кесетін болса, қандай формула қолдануға болады? Бір заттың индексін табу керек болса. Осы формулады жаңағы бірінші жазып өткен, қазір жазып отырған барлығын дәптерлеріңізге жазып, бөлек жазып қойсаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы болады. Міне, бізге керек масса, малярлық масса, зат мөлшері, омега, жаңағы бізде процент берілгендіктен пайыз міндетті түрде омеганы қолданамыз. Масса 1 бөлінген масса 2 тең омега 1, омега 2. Бұл бізде өзара тең екен. Жаңа есептің берілгенін жазсақ, омега азоттікі 36,187%, ал оттектікі 63,116%. Енді сұрақ, не табу керек? Заттың қандай формула екен табу керек? Бізде индекстары белгісіз болады. Жаңа азот оксиді қандай оксид? Ол 2 валенттік па, 4 валенттік па, соны анықтау керек. Жаңағы формула бойынша шығарамыз. Масса азоттікі бөлінген масса оттектікі тең омега азоттікі, омега оттектікі. Бізге омегалар барлық белгілі, демек массасын біз уже біліп тұрмыз деген сөз. Енді біз мына формуланы қолданамыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек табамыз. Зат мөлшерін тапсақ, жаңа индекстарды табу бізге ыңғайлы болады. Азоттың массасы 36,187, бөлінген оның малярлық массасы 14, тең болады 2,163 моль. Дәл осылай біз оттектікін табамыз. Одан кейін сол екеуін тапқан зат мөлшерін бір-бірінен бөліп, анау біреу X-ға тең болады, біреу Y-ға тең болады. Оттектік 16 тең 3-тен 94 моль. Міне, жаңа айтып өткенде екеуінде тауып өттік. Келесі.
Объем. Ню азот, ню оттек. 2,163 бөлінген 3,194. Біз бұны қысқартып өтсек, 1 бөлінген 1,5 болады екен. Осыны біз 2-ге көбейтеміз. Сонда 2 бөлінген 3. Міне, сонда N2O3 екен. X пен Y-ті біз таптық. Есептердің барлығын шығару жолы оңай. Формулаларды міндетті түрде жазып алыңыздар. Және барлық есептерді қолданып жүргендеріңіз абзал. Осымен сабағымыз бітті. Қош, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.